тақтада тұрып. Эссе жазып келіңдер. Әр тұлғаның тарихы бір кішкентай әдеттен басталады. Бейсен Құранбектің де бала күнгі ең жақын досы кітап еді. Сабақ үстінде-ақ партаның астына бір кітапты тығып алып, өз әлеміне жоғалып кететін сәттер көп болған. Мұғалімдер оны жиі байқап қоятын, бірақ бір қызығы ешкім ренжімейтін. Өйткені оның көзінен көрінетін бір нәрсе бар еді: білімге деген аштық. Сол кішкентай бала үлкен әлемдерді парақтап отырып, ертеде ешкім байқамаған болашақ журналистің мінезін қалыптастырып жатты. Қарапайым ауыл баласының бойындағы осы құштарлық кейін миллиондардың жүрегіне жол тапқан қарапайым адамның үлкен тарихына айналды. Қарапайымдылық адамның ішкі тәрбиесінің, тектілігінің, жүрек тазалығының көрсеткіші. Бейсен Құранбек тектілігі мен жүрек тазалығы, қарапайымдылығы мен кәсібилігі бір төбе, адамдықтың биігіне көтерілген адам. Қарапайымдылық оның табиғатына біткен қасиет, ал мұндай арда қасиет туа бітпесе, жүре пайда болуы не ғайбыл. Қарапайым адам мәдениетті болу керек, білімді болу керек. Көп жерде жаңа ұстанымды болып тұрып, өзін тәрбиелей білу керек. Ең біріншіден. Әрқашанда кісілік келбеттен кетпеу керек деймін өзім. Қаһарман қызы, қарапайым адам қандай? Қарапайым адам адамның ұлылығы оның қарапайымдылығында дейді. Сол айтпақшы, үлкенге құрмет көрсететін, кішіге ізет көрсететін, жаны таза, руханилығы жоғары тектіктен пайда болады деп ойлаймын. 2015-те алғаш концертімді берген кезде Бейсен Құранбек ағамыз марқұм қолдау білдіріпті, бәрін сол кісі ұйымдастырып, соны бір айтып қалып едім. Ол кісі көп адамға сондай шарапат деген, саған да тиген болу керек. Концерт берейін деп жатыр екенсің деп естіп қалды. Ол енді сондай өзім іштей дайындалып жүргем. Аға, оны қалай берейін, жұмысқа кел деді, сосын ақылдасайық деді. Сосын барып едім, оны қалай берейін деп жатыр. Білмеймін аға, осындай әндерім бар, осындай деп. Жоқ, олай жасамайық, басқаша алып жасайық деп. Содан оған кәдімгі өлеңдетіп тұрып, сценарийін жазғызып, ана жерде керемет болды концерт. Маған деген сондай қолдауының несі екен, әлі күнге дейін көз алдымда сақталып қалған Бейсенкенің сол кездегі бейнесі. Қолын осылай ұстап отыр, ана тақымын қысып отыр дей ма, қалай өстіп отырған сәті көз алдымнан кетпейді, бүйтіп ән айтып отырып қарап қалған кезде. Бейсен Абайұлы үнемі айтып жүретін сапалы қазақ көбейсін деген жай ұран емес, ұлттың рухани биігіне бастайтын жол екенін түсіндім. Сапалы қазақ мінсіз адам емес, қарапайымдылығы мен ұстанымы мен жүрегінің ашықтығы мен үлгі бола алатын адам. Ұлттың абыройы да, болашағы да дәл осындай қарапайымды сапалы адамдардан құралады.